Қайырлы күн. Судың экологияда алатын орны қандай? Табиғатымызда судың алатын рөлі өте жоғары. Себебі, егерде су болмаса, жан-жануарлардың тіршілігі, ағаштардың, өсімдіктердің тіршілігі жоғалтады. Қайырлы күн, Жанель. Қайырлы күн. Сіз судың да сұрауы бар дегенді қалай түсінесіз? Біздің өмір сүріп жатқанымыздағы ең маңызды фактордың бірі ол су. Біз сусыз көп уақыт өмір сүре алмаймыз. Және де біз суды бей-берекет қолдана беретін болсақ, оның ол да таусылады, ол да сарқылады, ал біздің сусыз біздің ары қарай тіршілігіміз болмайды. Яғни біз суды өзіміз үнемдеп орнымен қолдануымыз керек. Күнделікті өмірде қоқысты қалай сұрыптайсыз? Пластик, шыны бөтелкелерді бөлек-бөлек сұрыптау керек, тамақтың қалдықтарын бөлек сұрыптау керек. Мысалы, күнде кешкісін бір күндік қоқысты сұрыптаймыз. Ал мысалы, пластик бөтелкелерді, шыны бөтелкелерді сұрыптаймыз. Тамақ қалдықтарын бөлек-бөлек сұрыптау қажет. Өйткені пластик бөтелкелері ары қарай өңделеді, сол үшін оларды арнайы жерлерге өткізу керек. Шыны бөтелкелерді басқа жаққа өткізу керек. Қазіргі таңдағы Қазақстандағы экологияны қалай бағалайсыз? Нашар деуге келмес, бірақ нашар жақтары да бар. Яғни бізде тіпті кішкентай жастан бастап мусорларды, яғни қоқыстарды жерге тастап кету, өз отырған орнынан ластау деген дүниелер өте көп кездесіп жатыр. Және де ол қоқыстарды өңдеу жұмыстары бізде дұрыс дамымаған, және өңделген қоқыстарды, яғни қоқыстар өңделмеген себебінен бізде өте жаман экологиялық жағдайлар туындауда.